Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 25 ақпан 2026 жыл. Біз мына жерге Жұмадуллаева Жанар деген ханымның біздің қоғамдық ұйымға жазған арызымен келген болатынбыз. Осы жерде жер дауы, менен жерімді біреулер өстіп іс-әрекеттер жасап, әртүрлі тартып алды, үйсеп алды деп. Сол жерге келсек, мына жерде кешегі мынау облыс әкімінің халықпен кездесуінде Рано аты кім еді? Білмеймін, сондай ал. Верано ма? Верано ма? Сондай ал. Рано или Верано. Сондай бір келіншек, енді атын нақты білмеймін. Сол келіншек шығып тұрды мына жерден. Екеуінің арасында жанжал болған. Бұл жерде жаңағы Жанар деген ханым өзінің анасынан қалған, мұрагерлікпен қалған жер екен. Бірақ каком-то образы бүгін мына кісі осы үйді иеленіп, осы жерге үй салған. Қазір міне полиция шақырдық. Құрметті полицейский мырза. Мына жерде ешқандай бастарлық ештеңе байқаған жоқсыз ғой, болды ма? Жоқ, біздің қатысымызбен тұрмыз. Келдік, үйіне кірген жоқпыз. Енді Жауапты өкіл. Жауапты өкілдер құттықтық. Біз енді бұл жерде көріп тұрғаныңыздай газ кіргізілген үйде көрдіңіз ба? Газ, электро жүйесі және су кіргізілген. Құжаты жоқ үйге қалай кіргізілді? Соның шарасын көру керек. Білесіздер, кеше Сарыағашта ма, Шардарада болды ма? Одан кейін Кентауда болды. Бұл газдың кесірінен қаншама зардап шегіп жатса да, бізде құзырлы мекемелер, жаңағы тиісті осыған мекемелер рұқсат бере береді да, неге тексермейді? Облыс әкімінің өзі жеке тапсырма берген. Назарларыңызға алыңыздар, мына шарасын көріңіздер. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлқожа. Біздің байланыс телефонымыз 8705 969 9069.